Армысыздар достар. Мен сіздерді қазақ тілін үйрететін ұстаздарыңыз Гүлжан апайларыңыз боламын. Демография тарауы. Бұл бейне сабақта біздің студент қызымыз Нұриса сіздерге демография туралы айтады. Түркістан облысының халық саны 2024 жылы 2 миллионнан астам адамды құрады. Демография әрбір мемлекеттің басты және маңызды байлығының бірі. Бұл халықтың тұрақты өсуі, туу деңгейі жоғарылауы. Елдің болашағының жарқын болуы демографияға тікелей байланысты. Бұл ерекшеліктер алдымен ұлттық, мәдени, дәстүр, өндіріс, географиялық орта сынды бірқатар себептермен сипатталады. Фильмді мұқият қарап, одан әрі грамматиканы зерттейміз. Диалог құрастыру, мақал-мәтелдер, жұмбақтар, сын есім, зат есім, тәуелдік жалғау. Оқулықтың тапсырмаларын орындаңыздар. Рахмет.